Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сізге өте дәмді чахокбели тамағын дайындайтын боламыз. Грузия елінің өте дәмді тағамы. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Қызып тұрған табаға осылай тауықтың етін салып, екі бетінде қуырып алатын боламыз. Бізге керек пияз, помидор және де болгарский. Болгарскийдің басқа түрін қолдансаңыздар да болады. Осылай екінші бетіне аударып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Содан соң пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аласыздар. Болгарскийімізді салып, тағы да кішкене уақыт қуырып алатын боламыз. Енді помидорымызды салып, жақсылап араластырып аласыздар. Астын баяу қойып, помидордың суы шыққанша. Помидордың суы шығып, өте дәмді шығады. Ешқандай су қосудың қажеті жоқ. Осылай бізде қуырылып жатыр. Помидорымыздың суы шығып, барлығы өте әдемі шықты. Енді дәміне қарай чеснок қосамыз. Және де мына жерде тұз, құмшекер, приправаларымыз толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Барлығын қосып, жақсылап бір араластырып шығасыздар. Баяу отта тауықтың еті піскенше пісіретін боламыз. Өте дәмді шығады, ешқандай су қосудың қажеті жоқ. Енді қасына гарнирге бір нәрсе пісірсеңіздер болады. Өзіңізге ұнайтын. Мен күріш пісірдім. Осылай сары майды ертіп, күрішімізді 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Сонда күрішіміз езілмей, өте дәмді шығады. Су құйып, бетін жауып пісіретін боламыз. Біздің тамағымыз дайын, өте дәмді шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өте керемет болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.